Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман қауым, мынау қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хаза шахрун аувалуху рахма ва аусатуху мағфира ва ахируху итқа минан ниран." Алғашқы 10 күні оразаның Алланың рахымы, ортасында 10 күнде күнәлері кешіріледі, соңғы 10 күні мынау дозақ отынан азат етіледі деген. Сондықтан мынау соңғы 10 күндігі мынау алдымызда қасиетті Қадыр түні. Осы Қадыр түні баршаларымызға мүбәрак болсын. Қадыр түнін әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Қадыр түніне келетін болса, Қадыр түні Ләйләтул Қадыр дейді. Ләйләтул Қадыр дегені бұл қадірлі түн, және де маңызды түн деген мағыналарды білдіреді. Бұл түнде енді айтап өтсек, Бани Исраил қауымынан бұрынғы бір кісі 1000 ай құлшылық етілген, Аллах үшін 1000 ай құлшылық етіп, Аллахқа дуа еткен. Соны пайғамбарымыз сахабаларына айтқан кезде таң қалып, біз оған жете алмайды екенбіз деген. Сонда пайғамбарымыз осы сөзді айтып болғаннан кейін Жәбірейіл періште Қадыр сүресін алып келіп түскен. Ол күні Рамазан қасиетті айда және қасиетті түнде осы Қадыр сүресі түскен. Қадыр сүресінде айтатын болсақ, Ләйләтул Қадыр хайрун мин альфи шахр. Қадыр кеші 1000 айдан да жақсырақ деді. 1000 ай құлшылық етуден жақсы. Сондықтан бұл түнде адам баласы оның сауабын, Қадыр қасиетін түсіну керек. Пайғамбарымыздың хадис шәрифінде айтады: "Ман қаума ләйләтул қадри иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замби." Кімде-кім осы Қадыр кешінде тұрып, иман, ықылас, шын ниетімен, сауап үмітіменен Қадыр кешін өткізетін болса, өткен күнәлері кешіріледі деген. Бухариде және Муслимнен келген хадисте. Сондықтан осы хадиске орай біз адамдарды мынау Қадыр түнде қалай өткізу керек? Қадыр түнде мешіттерге келіп, үйде де болса да парыз намаздарды өтіп болғаннан кейін қаза намаздар, нәпіл намаздар оқуменен, тәсбих тарту, Құран оқуларменен өткізу керек. Ол Қадыр түнде сондай ол құлшылықпенен, жақсы амалдармен өткізу керек шариғатымыз бойынша. Және де айтып кететін болсақ, мынау интернетке кіріп, мен Қадыр түнін күтіп жатырмын деп, интернеттен әртүрлі нәрселер көріп жатады, ол Қадыр түніне жатпайды. Ал енді Қадыр түнін күту үшін ол адам құлшылық етіп, еңбек етіп, қаза намаздарын өтеп, Алладан жалбарынып, дұға ету, осы нәрселерден сұрау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан Айша разияллаху анха сұрағанда, осы түні қандай дұғалар жасауымыз керек дегенде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фаъфу анни" деген. Жаратқан ием Алла, сен кәрімсің, ұлықсың, кешірушіні жақсы көресің, біздердің күнәларымызды кешір деп өстіп Аллахқа жалбарынып дұға жасау керек. Міне сондықтан мынау бұл кешірім айда осындай Айша анамыздың өзі дұға жасаған, бұл айдың Қадір қасиеті өте үлкен. Сондықтан құрметті мұсылмандар, бұл айда уақыттарымыз тектен өткізбестен құлшылықпен, ибадатпен өткізуіміз керек. Және де бұл айда әйел баласы болатын болса, осы мешітке келетін жағдай болса, оны жуынып, шайынып, ғұсылменен тазаланып келу керек. Және әйел баласының енді күйеуінің рұқсатымен болу керек. Әрине ол келетін жағдайда, егер де жаңағы әйелдің, қыздардың, қыз-келіншектердің үйде Қадір кешін үйде етсе, ол абзалырақ болады сауабы. Ал енді мынау мешіттерде Қадір түнін күтетін кісілер тек қана ұйқымен өткізу емес, жаңағы тәсбих тарту, дұға оқу, Қадір кешінің құрметіне 2 рәкат нәпіл намаз оқып, басқа да қаза намаздар өтеп, соларды оқып, дұғалар, истихбарлар айтып, салауаттар айтып, Аллаға жалбарынып дұға етсе, Алла Тағала ол күнәләрін кешіреді. Сондықтан бұл Қадір қасиетті айдың 83 жыл 4 ай екен. 83 жыл 4 ай кімге нәсіп етеді? Ол жасқа келетін де бар, келмейтін де бар. Сондықтан мына бір түннің өзі басқа
Рамазандағы басқа түндерден қарағанда бір түннің өзі қанша құлшылық еткен сауабын жазады. Алла Тағала елімізде, халқымызда, Қазақстан елімізде, басқа мұсылман елдерінде де тыныштық болсын. Мынау осы еліміздегі барша мұсылмандар Қадір түніне жақсы ибадат, құлшылықпен өткізуді Алла Тағала өзі нәсіп етсін. Мынау Қадір түніндегі өзі қадірлі түнде біз тек қана Аллаға жалбарынып, жақсы ибадаттармен өткізуді Алла Тағала баршаларымызға нәсіп еткен болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.